Штаны тоқып бастаймыз. Мен Alize Lana Gold Fine жібімен тоқыдым. 51% акрил және 49% жүннен составы тұрады. Крючок 100 метрде 390 метр. Крючок номер 2,5. Ең алдымен өзіміздің тоқу тығыздығымызды анықтап аламыз. Яғни 10 сантиметрде менде 20 петля шықты, 1 сантиметрде 2 петля. Енді осы кестен, яғни скрин жасабасаңыздар болады. Осы бетті жасы және мына жақта жамбас шеңбері. Мына жерде жамбас шеңбері. Мен 2 жасқа тоқимын, 1,5 және 2 жасқа. Яғни жамбас шеңбері 58 сантиметр. Енді мынау деп отқанымыз бізде тығыздығы жамбас шеңберіне 3 немесе 4 сантиметр қосамыз. Яғни кең болып тұру үшін оған тоқу тығыздығын көбейтеміз. Яғни осыны көбейтетін боламыз. Бізде тығыздығымызды анықтап алу үшін 58-ге 4-ті қосып 62-ні көбейтеміз 2-ге. Сонда біз 127, яғни петля, яғни мына жерде петля болады. Яғни ілмектің саны 58, міне 58 мына жақтағы сіздер қай жасқа тоқисыздар? Мысалы 54, 9-12 айға 54-ге 4 сантиметрді қосып өздеріңіздің тоқу тығыздығыңызды қосасыздар. Яғни менде 124 болды. Ал енді бастаймыз. Ең алдымен 18, яғни біздің резинкадан бастап тоқимыз. Резинкамыз 6 сантиметр болу керек. Мен 18 петля көтеремін. Ілмек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 және де 1 петля көтеремін. Енді келесі тұрған 2-ші петлядан бастап 2-ші қатарды тоқимыз. 1, келесінен 2, 3, 4 және де ең соңғы 18. 3-ші қатар. Ол үшін 1 петля көтереміз де жұмысымызды айналдырамыз. Енді резинка тоқу үшін мынау тұрған, міне мынау 1-ші петля. 2-ші петлядан алып арт жағынға, мынау өрілген бар ғой, соның арт жағындағысынан алып тоқимыз. 1, мінекей, арт жағындағысынан. 2, осылай арт жағындағы петлядан алып тоқимыз соңына дейін. Мінекей. Яғни мына өрілгеннің арт жағындағы жартылай петлядан бастап тоқимыз. Соңына дейін тоқимыз. 3-ші қатар аяқталды. 1 петля көтереміз де жұмысымызды айналдырып, тағы да 2-ші тұрған петлядан арт жағынан бастап 4-ші қатарды тоқимыз. Дәл осылай біз жалғастырып тоқып кете береміз. Мінекей, бағана бізде 124, яғни 124 петля болды, я. Осы 124, яғни біз резинкамызын айналдыра 124 қатар тоқитын боламыз.
Бұл бізде үшінші қатар. Сіздерде әрқалай болуы мүмкін, жасына, тоқу тығыздықтарыңызға байланысты. Осылай соңына дейін тоқи береміз. Осылай қайталана береді. Мен 124 қатар тоқимын. Мінекей мен резинкамды тоқып бітірдім. Яғни бұл менде 123 қатар болды. Өйткені қазір біз мына жағын қосамыз, сол 124-ші қатар болып есептелінеді. Яғни осы резинкамызды осылайынан қосатын боламыз. Бір петля көтереміз. Біз мынау тұрған петлядан осылай күрчегімізді яғни осылай резинкамызды алып қосатын боламыз. Бірінші тұрғанға күрчегімізді саламыз. Бірінші бастаған кездегі петляға алып осылай біріктіреміз. Енді мінекей. Енді біз мына петляның арт жағынан осының мінекей, ал келесінің осылай түгел қосатын боламыз. Яғни біріктіру петлясы арқылы міне мынаның алдыңғы жағындағы соңғы өрілген жартылай петлядан аламыз. Келесін осылай. Осылай қосып шығамыз. Соңғысына келдім. Соңғысын, яғни екеуін бірдей аламыз. Келесінде бірдей алып, соңғысы, яғни біріктіреміз. Мінекей. Енді жұмысымызды жалғастырамыз. Біз 124 қатар резинкасын тоқыдым. Енді бір петля көтереміз де, осы әрбір қатардан столбик без накида тоқып шығамыз. Яғни мінекей мына бірінші, бір, келесіден аламыз. Екі, мынау келесіден аламыз. Үш, төрт, бес. Яғни дәл осылай өзіміз 124 столбик без накида айналдырып тоқып шығамыз. Міне соңына келдім. Енді бірінші тұрған петлядан жұмысымызды аяқтаймыз, біріктіреміз. Енді екі петля көтереміз де, келесіге столбик с накидом тоқимыз. Енді екі петля көтереміз. Келесі тұрған петлядан соңына дейін жеткізбейміз. Біреу крючокқа жіпті ілеміз. Келесінен тағы да біреу
жіпті күрчекке ілеміз, келесінен тағы біреу. Енді күрчекте 4 жіп, 4 жіптен біреу аламыз. Тағы да 2 петля көтереміз. Күрчекке жіпті ілеміз, келесі тұрған петлядан жартылай аламыз. Соңына дейін тоқымаймыз біреу. Күрчекке жіпті ілеміз, келесінен тағы да аламыз, тоқымаймыз соңына дейін. Тағы да күрчекке жіпті ілеміз, келесінен аламыз, соңына дейін тоқымаймыз. Күрчекте 4 жіп, 4 жіптен біреу аламыз. Тағы да 2 воздушный петля көтереміз. Күрчекке жіпті ілеміз, келесі тұрған петлядан жартылай аламыз. Күрчекке жіпті ілеміз, келесі тұрған петлядан жартылай аламыз. Күрчекке жіпті ілеміз, келесі тұрған петлядан жартылай аламыз. Күрчекте 4 жіп, 4 жіптен біреу аламыз. Дәл осылай соңына дейін тоқитын боламыз. Қалған бір петляға жартылай тоқымаймыз, яғни неки алдындағы тоқылған 2 столбик с накидымның төбесіндегі петлядан біріктіреміз. Неки бір петля көтереміз, жұмысымызды айналдырамыз. Екінші қатар. Екінші қатарда осы тоқылған, яғни біріктірген жерімізге қайтадан бір столбик без накида тоқимыз. Мынау тұрған аркадан 2 аламыз, 1, 2. Келесі тұрған үшеуінен тоққан, яғни бір петля үшеуіне біреу істедік қой, содан біреу аламыз. Аркадан 2 аламыз. Төбесіндегі петлядан біреу аламыз. Аркадан 2 аламыз. Төбесіндегі петлядан біреу, аркадан 2. 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 Осылай соңына дейін тоқып шығатын боламыз. Неке соңына келдім. Бірінші тұрған петлядан жұмысымызды біріктіреміз. Екі петля көтереміз де жұмысымызды айналдырамыз. Күрчекке жіпті іліп, бірінші тұрған петлядан столбик с накидом тоқимыз. 2 петля көтереміз. Бұл да тура бірінші қатарды тоқығандай қайталанады. Келесі тұрған петлядан тоқымаймыз соңына дейін, біреу. Келесінен тоқымаймыз соңына дейін, 2. Келесінен тоқымаймыз соңына дейін, 3. Күрчекте 4 жіп, 4 жіптен біреу аламыз. 2 петля көтереміз. Күрчекке жіпті ілеміз. Келесі тұрған петлядан біреу, тоқымаймыз. 2 тоқымаймыз. 3 тоқымаймыз. Күрчекте 4 жіптен біреу аламыз. Осылай соңына дейін жалғасып кете береді. Міне соңына келдім. Соңында бір петля қалды. 2 воздушный петля көтереміз. Күрчекке жіптіліп қалған бір петлядан
жартылай соңына дейін тоқымаймыз. Алдыңғы тоқылған екі петля тоқыдық қой. Емне екі воздушный петля, кейін бір петля, бір столбик с накидом тоқыдық. Соның үстіңгі жағынан біріктіретін боламыз. Мінекей. Бір петля көтереміз де жұмысымызды айналдырамыз. Енді дәл екінші қатарды тоқығандай тағы да столбик без накида тоқып шығамыз. Дәл осы тоқылған жерімізден біреу аламыз, аркадан екеу аламыз. Үшеуінен бір петля шығардық. Одан біреу аламыз, аркадан екеу аламыз. Дәл осылай жалғастырып тоқи беретін боламыз. Неге осылай өзіміз айналдыра тоқимыз. Яғни бір мен екі қайталанып тоқыла береді. Яғни біз қазір жамбас шеңберін тоқитын боламыз. Неге мен 18 қатар тоқыдым. Мен осы шов түскен жерін арт жағына жіберетін боламын. Енді біз екі балағын тоқу үшін оның бұрышын шығарып аламыз. Бұрышын 4 см немесе 3 см деп аласыздар. Менің жағдайымда 4 см шықты. Мен оны маркермен белгілеп алдым. Мінеки 1, 2, осы арт жағындағысымен екеуі бірдей түсу керек. Енді біз мына бітірген жұмысымызды жібімізді қимау үшін осылай петлямызды қатты үлкейтіп алып, тоқып жатқан жібімізді шығарамыз, яғни фиксация жасаймыз. Осылай шығарып түйеміз, яғни мінекей. Енді жұмысымызды айналдырамыз. Бірінші тұрған маркерді алып, осы жерден жібімізді шығарып аламыз. Яғни біздегі мынау жіп тартылып қалмауға көз жеткізіңіздер. Бір петля көтереміз. Дәл осы жерден тағы да бір столбик без накида тоқимыз. Енді үшеуінің төбесіндегі петлядан біреу тоқимыз. Екеу болды. Арканың ішінен екеу аламыз. Төртеу. Төбесіндегі петлядан біреу аламыз. Бесеу. Аркадан екеу аламыз. 7. Төбесінен біреу аламыз. 8. Және де мына маркерімізді аламыз. Бұл жерден біреу аламыз. 9. Енді бір петля көтереміз. Жұмысымызды айналдырамыз. Дәл осы бірінші тұрған петлядан столбик без накида тоқимыз. Әрі қарата 9 столбик без накида соңына дейін тоқып шығамыз. Соңына келдім. Бір петля көтеремін де жұмысымызды айналдырамыз. Тағы да бірінші тұрған петлядан соңына дейін 9 столбик без накида тоқимыз. Бұл бізде үшінші қатар. Дәл осылай 8 қатар тоқитын боламыз. 8 қатар тоқып алдым. Енді жұмысымызды айналдырамыз. Теріс бетіне.
бірінші тұрған маркерді аламыз. Дәл осы жерден жібімізді шығарып аламыз. Сосын бір петлямен біріктіреміз. Жұмысымызды айналдырып аламыз да, енді осы бұрышын артқы жағына, яғни алдыңғы жағына, штанымыздың алдыңғы жағына біріктіретін боламыз. Ең соңғысы қалды. Мынау тұрған маркерді алып тастап, дәл осы жерден біріктіреміз. Енді бір петля көтереміз. Мінекей біріктіріп бітірдік. Енді жібімізді фиксация жасаймыз. Енді мен осы тоқылған бұрыштың жібімізді ортаңғы жағына қарай алып келеміз. Яғни осы тұстан жібімізді тартып шығарып аламыз. Яғни жіптің тартылып кетпеуіне көз жеткізіңіздер. Бір петля көтереміз. Дәл осы жерден столбик без накида тоқимыз. Әрі қарата әр қатардан столбик без накида тоқимыз. Яғни біз теріс бетін тоқып жатырмыз, теріс бетінен. Үш, төрт, бес. Яғни сіздер осы айналдыра столбик без накида тоқылған кезде біздің шыққан әрбір петлямыз 3 санына бөліну керек. Өйткені біз мына узорды қайтадан балағына түсіретін боламыз. Менің жағдайымда 63 столбик без накида шықты. 63 столбик без накиданы 3-ке бөлген кезде, яғни 21 осындай узор шығатын болады. Сіздерде қателесіп кетпеңіздер. Дәл осылай столбик без накидадан алдыңғы тоқығанымыз сияқты тоқылып кете береді. Яғни арканың ішінен 2 рет 3 столбик без накиданың төбесін, столбик с накиданың біріктірген кезде төбесінен бір петлядан 1 рет осылай алдыңғы тоқығанымыздай қылып тоқи береміз. Соңғы жағына келдім. Енді алдыңғы көтерген тоқылған петлямыздан жұмысымызды біріктіреміз. 2 петля көтереміз. Айналдырамыз. Енді узор бойынша тоқып кете береміз. Бұл бізде бір столбик с накидымды орнын басады. Келесі тұрған петлядан крючокқа жіпті іліп столбик без накида тоқимыз. 2 петля көтереміз. Крючокқа жіпті іліп, тағы да алдыңғы тоқыған узор тоқығанымыздай
соңына дейін бітірмейміз. Осылай тоқып кете береміз. Тағы да 2 петля көтеріп, узор бойынша тоқып кетеміз. Бұл жерде айта кететіні, узорларыңыз осы алдыңғы узормен сәйкес етіп, санап, өлшеп барып тоқығандарыңыз дұрыс. Яғни әр петляңыз, яғни тоққан петляңыз 3-ке бөліну керек. Менікі дұрыс шығып жатыр. Күртшоққа жіпті ілеміз, қайтадан жартылай тоқимыз, ілеміз, жартылай тоқимыз, ілеміз, жартылай тоқимыз. Неке күртшөкта 3 петлядан біреу шығарамыз. Bir, 2, 3. Күртшөкта 4 жіп, 4-еуінен біреу аламыз. Дәл осылай узорларыңыз жылжып кетпеу керек. Дәл осылай қылып, өзіміз тоқимыз. Неке соңғы 1 петля қалды. Күртшөкқа жіпті іліп, жартылай тоқып аламыз да, алдыңғы тоқылған 2 петляның 2 столбик с накидом төбесінен біріктіреміз. Неке. Енді тағы да 1 петля көтеріп, жұмысымызды айналдырамыз. Тағы да осы тұстан 1 столбик без накида тоқимыз. Арканың ішінен 2, төбесіндегі петлядан 1, аркадан 2, төбесіндегіден 1, аркадан 2. Дәл осылай өзіміз тоқып шығамыз. Сосын қалай қысқарту керектігін көрсетемін. Неке мен 4 қатар тоқыдым. Яғни бірінші столбик без накида, узор, столбик без накида, узор. Енді бұл қатарда, 5-ші қатарда біз қысқартатын боламыз. Бір петля көтердім, жұмысымызды айналдырдық. Осы тұстан тағы да 1 столбик без накида тоқимыз. Аркадан 1 аламыз. Тағы да осы арканың ішінен 1 аламыз. Соңына дейін тоқымаймыз. Төбесіндегі петлядан аламыз. Күртшөкта 3 жіп, 3-еуінен 1 алдық. Яғни қысқарттық. Енді келесі бұрынғыдай тоқып кете береміз. Бұндай қысқартуды біз 3 рет жасаймыз. Осы бұрышына, арт жағына және де осы шетіне қысқарту жасадым. Яғни біздің узорымыз қисайып кетпеу үшін, білінбеу үшін осылай істедім. Әрі қарата осылай тоқып кете бересіздер. Бұндай қысқартуды әр 4 қатар сайын столбик без накида кезінде қысқартып бастайсыздар. Яғни 2 узор, 2 столбик без накидадан кейін әрбір 4-ші қатардан кейін қысқарту жасайсыздар. Солай өздеріңізге қажетті мөлшердегі ұзындықты тоқып шығасыздар. Некемен тоқып бітірдім. Яғни әр 2 қатар сайын 3 жіпке қысқартып отырдым. Өздеріңізге айтқандай. Және де балағын жай ғана столбик без накидамен 3 рет, яғни 3 қатар тоқыдым. Артық жіптерін жасырамыз. Сол қарама-қарсы бағытта 2-ші балағын дәл солай тоқисыздар. Неке сонымен біздің мастер-классымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.
маған пікір қалдырып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансая.